Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі картина тоқитын боламыз. Картина тоқу өте оңай. Бұл өзінің формасын өте жақсы ұстап тұрады. Үйде кез келген заттарыңызды оған салсаңыздар болады. Бізге ол үшін осындай трикотажды жіп қажет. Менде осындай түсті. Және де бізге ілмек. Менде ілмек номері 8. Және де қайшы. Осындай ағаштан жасалған тақтайша қажет болады. Біз ең алдымен жіпті тарқататын боламыз. Ол үшін біз жіпті осылай шығарып алып, екі қолымызды ортасына тығып, осылай айналдыратын боламыз. Егер біз бұлай айналдырмай жіпті тарқататын болсақ, жіптеріміз бұлай айналып кетіп отырады, яғни картинамыз әдемі шықпай қалады. Сол үшін осылай біркелкі айналдырып, жіпті тарқатып аламыз. Жіптерімізді тарқатып болғаннан кейін біз осылай етіп жіптерімізді бір рет созып шығатын боламыз. Бұл бізде картинамыздың біркелкі қатты шығу үшін қажет болады. Мінекей осылай етіп жіптеріңізді бір рет қатты емес, осылай жаймен созып шығыңыздар. Ең алдымен біз осы ағаш тақтайшамыздан осы тұрған тесіктерін тоқып шығатын боламыз. Осылай жұмыс жібімізден біз осындай көлемде, шамамен осындай көлемде ұзартып алып аламыз. Тұрған тесікке кіргіземіз. Тұрған мінекей бірінші тесіктен кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз. Бізде осындай көлемде жіп қалу керек. Бізде жұмыс жібі емес, мінекей мынау жұмыс жібіміз, ал мына қосымша жіптен осынша бөлікке қалу керек. Осылай етіп, барлық бөліктерін тоқып шығамыз. Тақтайшамен тоққан кезде сәл қиынырақ болады, өйткені кіріп шығуы. Тақтайшаны тоқып біткеннен кейін бізде ары қарай өте оңай болады. Осылай етіп, өз бетімізбен осы тұрған соңғы тесікке дейін өзіміз тоқып келетін боламыз. Мінекей достар, мен соңына келдім. Енді біз келесіне былай осы жерден тоқитын кезде, мына ұзын бізде жұмыс жібін емес, қысқа жіпті шығарып алдық қой. Осына осы жерден шығарып алатын боламыз. Осы жіпті шығарамыз. Енді қатарымызды қосатын боламыз. Ол үшін мына екеуінен мынау жіпті шығарамыз. Енді осы жіпті мына тұрған тоқылған бағанның астына шығарамыз.
мінекей бізде бағанымыз осылай әдемі болып қосылады. Енді бізде бұл бөлік керек, бұны қырқып алмаймыз. Тұрады осы жерде. Енді келесі бастаймыз, осы жіппен бастайтын боламыз. Бұл біздің жұмыс жібіміз. Жұмыс жібімізді енді мына жерден, мына бұрыштан шығарамыз. Осы жерден шығарып, мына жіптімді қойып, осы жерден тоқимыз. Осылай етіп тоқимыз. Бізде әрбір бұрыштан 3 реттен тоқитын боламыз. Мен бір рет тоқыдым. Екіншісін. Мына жерден шығару қиын болуы мүмкін. Бірақ сонда да шығарыңыздар, е? Тесіктен. Окей. 3 реттен тоқыдым. Енді мынау әрбір тоқылған бөліктеріміздің астынан алып, бір реттен тоқып шығамыз. Мына қатарларды осы бағындардан тоқып шығып жатырмын. Дәл осы тоқыспен, дәл осылай біз әрбір қатардан бір реттен алып, бұрыштан, әрбір бұрыштан 3 реттен алып тоқитын боламыз. Өзімізден тоқып, осы бетке келген кезде қатарымызды қосатын боламыз. Мен соңғы бағанға келдім. Яғни бұл бағанды тоқымаймыз. Бұл бағанды жұмыс жібін, яғни қолданбаймыз. Бұл жерде жұмыс жібі, ұзын жібімізді қойып, қысқа біз жаңа алып қалған алдындағы жіппен тоқитын боламыз. Ілмекті кіргізіп, қысқа жібімді осы жерден шығарамын. Қысқа жібімді шығардым, тоқыдым. Енді қысқа жібімізді осылай тартамыз. Шықты. Осыны енді мынау тұрған бағанға қосамыз. Алдыңғы қосқан секілді бұны дәл солай қосамыз. Яғни жібімізді осы екі жіптің ортасынан кіргізіп шығарамыз. Және де мына тұрған бағанның ортасынан кіргізіп шығарамыз. Артқы бөлігіндегі мына тұрған бөліктен де шығарып аламыз. Мынандай бөліктер тұр ғой, осы бөліктен де шығарамыз. Мінекей, біздің қатарымыз қосылды. Енді келесі қатарды жұмыс жібімен тоқитын боламыз. Мына біздің жұмыс жібіміз, бұл біздің қосымша жібіміз. Яғни қатарларды қосу үшін керек болады бұл бізде. Енді мына бізде мінекей жұмыс жібі мына жерден шығып тұр, Біз осы жерден мінекей міне әрбір осының ортасынан тоқитын боламыз. Міне ортасынан кіргіземін. Шықты. Осы жерден жұмыс жібімен шығарып, дәл жаңа тоқып шыққан секілді осыны әрбір бағандардан тоқып шығамыз. Мінекей біз бұрышта 3 реттен тоқыған едік.
Енді осы әрбір үшеуден бір реттен тоқып шығатын боламыз. Мына жақтан міндетті түрде мына 2 жіптің ортасына шығу керек ілмегіміз. Осыны ұмытпаймыз, иә? Дәл осылай етіп, өзіміз осы ең соңғы қатарға дейін тоқып шығатын боламыз. Мына біз бұрыштарда әрқайсыдан 3 реттен алған едік қой. Осының әрбір мына бағандардан енді біз бір реттен тоқып шығатын боламыз. Қатардың соңына келдім. Бұл қатарда алдыңғы қатар секілді соңғы бағанды, яғни жұмыс жібімен тоқымаймыз. Қосымша біздің кішкентай жібімізбен тоқитын боламыз. Осымен тоқып біз қатарды қосамыз. Мінекей тоқып осы жерден жібімізді шығарып аламыз. Дәл алдыңғы қатар секілді бұл қатарды да жалғайтын боламыз. Бір-біріне қосамыз. Мына тұрған, мінекей осы тұрған қатардан екеуінен де, мына екеуінен жібімізді шығарып аламыз. Шығардым. Енді мына тұрған бағаның үстінен жібімізді шығарамыз. Астыңғы бөлігінде осындай тұрады ғой, мінекей мына дөңгелек ширек астында. Бұдан да шығарып аламыз. Біз осылай қатарымызды қостық. Енді мына қатарды осылай етіп басып шықсақ, біздің формамыз шыға бастайды. Мінекей көтеріліп жатыр, байқағандарыңыздай. Енді біз келесі қатарды басқа тоқылу түрмен тоқитын боламыз. Жаңа қатарымызды бастаймыз. Бұл қатар сәл өзгешелеу тоқылады. Бізде жұмыс жібі шығып тұр. Келесі бағаның ортасынан жұмыс жібін шығарып аламыз. Енді мына екінші бағаның астымен қосып аламыз. Осы жерден жұмыс жібін шығарамыз. Келесі бағаның бір рет тоқып аламыз. Келесі бағаның, яғни біз үстінен емес, екеуінің ортасынан алатын боламыз. Келесінде бағаның үстінен, яғни мінекей мына жерден аламыз. Келесі бағаның, бұл бағанан емес, келесі бағанына үстіңгі тесігін алмаймыз. Екі жіптің арасынан ілмегімізді өткізіп, яғни біз осы жерден төмпешік жасайтын боламыз. Жібіміз оң бетімен шығу керек. Яғни бізде бір төмпешік, бір
соединительный петля болады, иә, бір төмпешік, бір осылай тоқылады. Мінекей бізден бір төмпешік болды мына жерде. Енді мына жерден бір бағанан жай алатын боламыз. Енді төмпешікті оқимыз, мынаның астына шығарамыз. Жібіміз оң бетімен шығатын болсын. Егер теріс бетімен шығатын болса, оны оң қаратыңыздар. Өйткені бізде себетіміз әдемі көрінбей қалады. Біз барлық қатарларды өзіміз осылай тоқып шығатын боламыз. Достар, дәл осылай біз барлық қатарларды осылай тоқимыз. Яғни бір төмпешік, бір осылай, бір төмпешікпен кете береміз. Дәл осылай етіп біз осы қатардың соңына дейін өзіміз тоқып келетін боламыз. Сіздерге қатарды қосуды және де келесі қатар тағы да бір көрсететін боламын. Мен қатарды аяқтағалы жатырмын. Яғни соңғы қатарым осындай төмпешікті оқимын. Достар, міндетті түрде мынау төмпешіктеріңіз, осылай тұрған төмпешіктер міндетті түрде жіптің оң бетімен түсу керек. Сонда біздің себетіміз әдемі шығатын болады. Мінекей менде барлық оң бетіне тоқылды. Енді қатарды қосатын боламыз. Қатарды қосу үшін осындай етіп шығарып аламыз жібімізді. Және мына қатардың мынау емес, бізде мына екінші тұрған осы жіптің арасынан өткіземіз. Осылай өткізіп, жібімізді осылай етіп тартамыз. Осындай үлкен көлемде тартып, және де осы себетті осыдан шығарып аламыз. Сонда мына жұмыс жібімізді тартамыз қайтадан. Жұмыс жібін тартқан кезде мінекей бізде қатар осылай қосылатын болады. Мінекей біздің қатарымыз қосылды. Келесі қатарды тоқимыз. Келесі қатарды дәл осы тоқылу үлгісімен тоқылады. Ол үшін мінекей бізде төмпешік болып тұрған жерден, яғни жібіміз осы жерден шығады. Өткен жіптің аяқталған жері осы жер. Осы жерден шығарып аламыз. Енді бізде осы әрбір төмпешіктен, яғни осындай тоғыз тоқылып, төмпешік жоқ жерден, осы жерден төмпешік шығарамыз. Мінекей бізде бір төмпешік, екінші төмпешік, соның ортасындағыдан біз төмпешік шығарамыз. Келесі мына төмпешіктің үстінен бір рет тоқып аламыз. Мына жерден екеуінің ортасынан өткізіп, оң бетімен шығарып, төмпешік шығарамыз. Қараңыздар, достар, менде екеуі теріс бетімен шықты жіп. Оң бетімен шығарамыз. Біз оң бетімен шығару үшін жібіміз, яғни міне ілмектің басына оң бетімен түсу керек. Сонда оң бетімен шығатын болады міне. Дәл осы тоқу үлгісімен, яғни өзімізге керек қатарға дейін тоқып шығатын боламыз, достар. Содан кейін бірге себетімізге, яғни ұстайтын құлақша жасайтын боламыз. Мен өзіме керек қатарларды тоқып алдым. Менде барлығы 7 қатар болды.
1 2 3 4 5 6 7. Мінекей 7 қатар тоғып мен қатарымды бір-біріне қосып қойдым. Одан кейін біз енді осы себетімізге, яғни ұстайтын құлақша жасайтын боламыз. Ол үшін біз мен мына жіп аяқталған беттің, яғни осы екі беттен құлақша жасайтын боламын. Сіздер де осылай осы беттің бағандарын санап, дәл осылай ортасына екіге бөліп, осына маркермен немесе кез келген басқа түсті жіппен белгілеп алыңыздар. Менде осылай болды. Екеуінде мінекей мында 5 қалды, мында 5 баған қалды, ортада 6 баған, яғни құлақша тоқығанға қалды. Осылай бөліп алғаннан кейін біз тоқымамызды қайтадан жалғастырамыз. Мінекей бізде жіптің шығып тұрған біткен жері. Алдым. Мінекей мына жерге тоқып алдым. Мінекей біз енді осылай белгілеген жерлерді тоқымаймыз. Бұл жерге қазір енді бізде 6 болса шамамен 9 рет осылай жіпті өзіне тоқимыз. 2 3 4 5 6 7 8 9. Мінекей 9 тоқылды. 6-ға 9 тоқыдым. Енді мына жерге тоқылмайды. Келесі бетке мына жерден бастап осыны жалғастырып кететін боламыз. Қалған беттің барлығы осы алдыңғы қатарлар секілді тоқылады. Тек қана осы құлақша тоқитын жерімізді осылай тоқимыз. Дәл осылай етіп өзіміз келесі құлақшаға дейін тоқып шығатын боламыз. Келесі құлақшаға дейін тоқып келдім. Енді бұл құлақшаны дәл алдыңғы құлақша секілді жасаймыз. Осы екі белгіленген маркерлі тұрған жер тоқылмайды бізде. 9 рет жіпті өзіне тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді мұнда маркер тұрған жер тоқылмайды. Келесі баған тоқылады. Яғни төмпешік тоқылған жерден бастап тоқимыз. Төмпешік тұрған жерге біз төмпешік жасамаймыз. Мына жерге төмпешік жасаймыз. Дәл осылай етіп біз келесі мына құлақшаға дейін тоқып келетін боламыз. Міне достар, мен соңына дейін тоқып келдім. Енді біз мына құлақшаны, яғни ұстайтын жерін тоқитын боламыз. Біз енді осыған тоқимыз. Осыған біз 9 болса 10 рет, яғни осылай етіп тоқып шығатын боламыз. Тоқыдым. Енді 10 рет. Егер сіздерде 10 рет тоқыны осылай бос болып тұрса, осыны былай тартсаңыздар, неке нығыздалады.
Енді тағы мына жерге 2 рет тоқуға болады. 11, 2, 12. Менде 12 болды. Осылай тоқып, келесі ары қарай қатарымызды келген жерінен бастап кете беретін боламыз. Дәл осылай етіп өздеріңіз келесі құлақшаны осылай етіп тоқып, қалған қатарларды, яғни алдында тоқыған секілді осылай етіп бітіретін боламыз. Бұл бізде соңғы қатар. Қатарды аяқтадым. Енді қатарды жалғайтын боламыз. Бұл қатарда дәл алдыңғы қатарлар секілді жалғанады. Енді достар, мінекей, мына тұрған бағаның ортасынан жіпті шығарып аламыз. Шығарып алып, дәл осы бағаның қасындағы бағанан ілмекті кіргізіп, жіпті шығарамыз. Құлақшаларымызды қалдырмай тоқып шығатын боламыз. Дәл осылай етіп. Достар, енді өздеріңіз дәл осылай етіп, осы қатарын соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Мен соңғы қатарды аяқтадым. Енді дәл осы жерде біз, яғни соңғы бағанды тоқымаймыз. Осы кезге келген кезде жібімізді осындай көлемде қырқып аламыз. Және де жіпті тартып шығарамыз. Мына жіпті енді біз осы жерге дәл осылар секілді бүлдіртпей жасыруымыз керек. Ол үшін мына бірінші тұрған бағанға, осы бағанға жібімізді алып кіргіземіз. Мына тұрған келесі бағаның үстінен алып кіргіземіз. Мінекей. Енді осы жіпті біз ішіне жасыратын боламыз. Осылай жасырып, қалған жіпті қырқып аламыз. Осымен біздің картинамыз аяқталды. Енді осылай картинамыздың қисайған бөліктерін жіпті осылай тартып, өзінің формасын шығарып алатын боламыз. Бұл бізде трикотажный жіп болған кейін бұл созылады. Формасын осылай келтіріп аламыз. Және де үтіктің парымен үстіне сүлгі орап, бір рет парға үтіктеп шығатын боламыз. Сол кезде біздің жіптеріміз қатты болып, формасын жақсылап шығады. Достар, сіздерге көп рахмет. Менімен соңына дейін болғандарыңызға. Егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.